Қарасай стадионында күш құрылым қызметкерлері арасында жазғы спартакиаданың ашылу салтанаты өтті. Ол Қазақстан полициясы күнімен Динамо спорттық дене шынықтыру қоғамының 90 жылдығына орайластырылып ұйымдастырылды. Спартакиаданың салтанатты ашылу рәсіміне облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова да қатысты. Спартакиадаға жалпы саны 25 команда қатысуға тілек білдірген. Оның бәрі де өңірдің күш құрылымдарынан. Құрамалар шағын футбол, күрес, гір көтеру спорты, арқан тартыш және қарумен көзеп атудан бақтарын сынайды. Бұл күні оларды облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова құттықтады. Құрметті жарысқа қатысушылар, сіздерді облыс әкімі Ер Хамзаұлы Сұлтановтың атынан Қазақстан полициясы күніне және Динамо дене шынықтыру спорт қоғамының 90 жылдығына арналған облыстық жазғы спартакиаданың ашылуымен құттықтаймын. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев спорттың ел беделі үшін үлкен маңызы бар екенін атап көрсетеді. Жастарға салауатты өмір салтын насихаттауда бүгінгі жарыстың маңызы әрине өте зор. Бұл күні Динамо қозғалысының дамуына қосқан үлесі үшін бірнеше мемлекеттік қызмет өкілдері марапатқа және де құрметті динамошы белгісіне ие болды. Спартакиада қатысушыларын Петропавл қаласының құрметті азаматы, Солтүстік Қазақстан облысы күрес федерациясының президенті Бауыржан Құлжанов та құттықтады. Біз спортпен шұғылданып, одан қалып мынау жасөспірім балаларымызды, немерелерімізді спортқа тартып, оларға спортпен айналысуға жағдай жасап, сонда патриоттық сезім көтерсек, сонда халқымыз мықты болады, денсаулықтары, елімізді көркейеді деп ойлаймын. Марат Мусин қалалық ішкі істер басқармасының мүшесі, ішкі істер органдарында қызмет атқарып жүргеніне 12 жыл болса да, мұндай ауқымды жарысқа алғаш қатысуым дейді ол. Спортшы спартакиадада самбо күресі бойынша өнер көрсетпек. Неоднократно представлял УВД города в соревнованиях по самбо, по гирям. Бұған дейін самбо, гір көтеру, түрлі эстафетада көп сайыстарда қалалық ішкі істер басқармасының намысын қорғап келдім. Біз құқық қорғау органдарының өкілдері тек қана заңды білумен ғана емес, спорт жағынан да шыңдалуымыз қажет. Өйткені кейбір жағдайларда күш көрсетуге де тура келіп жатады. Сондықтан бастысы қатысу емес, жеңіске жетуге тырысамыз. Құқық қорғау органдарының қызметкерлерін кішкентай акробатшылар мен каратешілерді құттықтап, өнерлерін ортаға салды. Перед нами будущие олимпийские чемпионы. Жазғы спартакиада Макаров пистолетімен нысанаға көздеп ату сайысынан басталмақ. Спорттық жарыс маусым айының 19-на дейін жалғасады. Самат Сапаралы, Индира Калиева, Орал Амренов, ақпарат.